Қайырлы күн оқырмандар. Әңгімені соңына дейін тыңдап, мені қолдап отырыңыздар. Өкініш. Шағын ғана қаланың қақ ортасында тұратын Айдана ауылдан көшіп келгеніне міне 2-3 ай болып қалды. 5 қабатты үйдің 3-ші қабатынан тірнектеп жүріп ақша жинап сатып алған. Көршілерін әлі толық тани қойған жоқ. Оған да өз себебі бар. Тұрғаннан жұмысқа кетеді. Кешке жетемін дегенше күздің суық күндері, күн қысқарған, қараңғы түседі. Пәтеріне бір кіріп алған адам бұл жерде қайтып сыртқа шыққың да келмейді екен. Содан күндер жылжып өтіп жатты. Айдана 1-ші сыныпта оқитын ұлымен ғана тұрады. Күйеуімен ажырасып, дау-жанжал көрмегені жоқ. Қызына жаны ашыса керек, әкесі осы пәтерді алуына көмектескен. Енді ұлы екеуі ғана тұрып жатқан жайы бар. Бір жақсысы жұмыссыз емес, айлық жалақысы да жақсы. Өмірі дұрысталып өз арнасына түскен сияқты. Жан-жағына қарамай, айналадағы дүниеге мән бермейтін әдеті бар. Онысы жақсы ма, жаман ба, белгісіз бір күні подъезге кіре берісте, «Сіңілім, тоқташы. Осы жерден күнде өтесің. Адамға сәлем бермейсің, танысайық та», деді біреу. Қараса шынымен байқамапты. Жасы 30-дардан асқан, шашын желке тұсына түйе салған, сидиған, ұзын бойлы сары әйел тұр. «Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, байқамадым», деді іркеліп. «Мен осы подъезде 2-ші қабатта тұрамын. Көршіміз, таныс болайық. Жұмакүл боламын», деді қолын созып. «Айдана», деді басына, басқа не айтарын білмей. Бір үйде тұрған соң, таныс болғанымыз дұрыс қой. Амандасып тұрғанға, деді, кетіп қалады ма дегендей тезірек сөйлеп. «Иә, танысқаныма қуаныштымын», деп кетуге ыңғайлана беріп еді. «Кешке бос болсаң үйге кел, бірге шай ішейік, жақсырақ танысамыз», деді. «Ыңғай болса көрейін», деп жоғары көтеріліп кете берді. Көршімен танысқанына қандай баға берерін түсінбеді. Көрші ұнамай қалған еді. Өзіне тартымы жоқ па, есігін ашып үйге кіргеннен ұмытып кетті. 2-3 күн өткен соң демалыс күндері болса керек, терезеден жай қарай салған. Сол Жұмакүлдің подъезден мүгедектер креслосында отырған бір қарт апаны шығарғанын көріп қалды. Жолдан өткізіп барып тоқтады да апаға бірдеңе деді. Өзі қайта үйге кірмей кетіп қалды. Бұл көрініске мән бермеген Айдана үйдің тірлігін істеп жүре берді. Біраз уақыт өткен соң күннің райы бұзылып, себелеп жаңбыр жауа бастады. Тіпті аспан бұлттанып күннің көзіне көрінбей, бөлме іші қараңғылана түсті. Пердені түрмекші болып терезеге келген Айдана жаңбыр астында креслода отырған апаны көреді. Жаурап қалған сияқты бүрісіп алған. «Әлі келмеген бе?» деп таңғала қарады. «Неге отыр? Өзі қозғала алмайды ма?» деп ойланғанша жаңбырдың күшейгені байқады. Иығына курткасын іле сала далаға жүгірді. Апаның қасына барып, «Апа, жауын астында неге отырсыз? Кірмейсіз бе?» деді. «Мына құрғыр жүрмейді. Креслоның дөңгелегін түрткенде болдым, алайда креслоны итеріп подъезге кіргізді». «Нешінші пәтерде тұрасыз?» деді үсті су болған апаға. 2-ші қабатта тұрамын». «Рахмет қызым, айналайын. Үйде ешкім жоқ, үйге бәрібір кіре алмаймын. Келін бағана кетіп қалған. Қашан келетінін білмеймін», деді қария иектері кемсеңдеп. «Жер үй болса бірдеңе қылып кіргізер еді. Мына сатылармен қалай шығармақ 2-ші қабатқа?» ойланып тұрып қалды. Айдананың қиналып тұрғанын көрген қартана: «Келінім, келіп қалар. Маған алаңдамай-ақ қой, бара бер. Рахмет саған, енді су болмаймын ғой. Балаңның қызығын көр, қарағым», деді. Тастап кетуге ыңғайсызданып тұрған Айдана: «Жарайды онда, келіп қалар», деді де жоғары көтеріліп кетті. Арада 2-3 сағаттай уақыт өтті. Кеш болып барады. Күннің суығы мынау. Айдана қайтадан сыртқа шығып төмен қарай қарады. «Апа, әлі отыр. Мұнысы нес? Қарт кісіні жалғыз тастап қайда жүр? Жаурап та қалған шығар». Апа да үнсіз отыр. Қолдарын жыбырлатып қояды. Айдана ішке кіріп кетті. Өзінен басқа ешкім бұл үйдің тұрғындары апаға қарамайтын сияқты. 1 сағаттай уақыт өткен соң қайта шықты.
Төмен қараса апа жоқ екен. Келген шығар, барып сұрасам ба екен. Келесі күні шыдамады. Жұмыстан келе жатып Жұмагүлдің пәтеріне қоңырау соқты. Есікті ашқан Жұмагүл: «Ой, сәлем, кір деді, артқа шегініп. Ішке кірген Айдана көздерімен Қарт апаны іздеді. Апа қалай, ауырып қалмады ма? Жоға, неге ауырады? Жақсы бөлмесінде деді. Ауырмаса болды. Кешегі жауында далада көп отырып қалды. Неге сонша кешіктің? Ой, бір жұмыстарым бітпей жүріп қалдым. Саған рахмет, ішке кіргізіп кетіпсің ғой. Енең бе? Деді сыбырлап сөйлеп. Иә, күйеуімнің маған тастап кеткен сыйы. Күйеуім жаман аурудан асқынып кетіп, о дүниеге кеткеніне 3 жыл болды. Құдай бала бермеді бізге. Есесіне мына кемпірді бала қылып бағып отырмын, деді жақтырмаған кейіп танытып. Аянышты екен. Несі аянышты? Отыр ғой күнұзақ, басыма бәле болып, деді. Айдана Жұмакүлдің даусында бәсеңдетпей, әдейі естісін дегендей бар даусымен сөйлегеніне таң қалды. Кімге жан ашырын білмей үйіне қайтты. Сол оқиғадан кейін апаны қайтып көрмеді. Күз артынан қыс болды. Қыс айларында баласымен ауылға бір бағып келгені болмаса үйден шықпайды. Жұмыстан келіп жоғары көтеріліп бара жатқан. Алдынан Жұмакүл шықты. Амандық сұрастырып болған соң: Айдана, мен жұмыстан шипажайға жолдама алдым. Бірақ енемді кімге тастарымды білмей отырғаным, деді. Басқа балалары, бауыр туысқандары жоқ па? Жалғыз бір сіңілісі бар. Оның өзі оңтүстікте тұрады. Екеуі 10 жылда бір кездесіп тұрады. Басқа ешкім жоқ па? Сен маған көмектесе аласың ба? Деді қиылып. Бір аптаға ғана. Келіп тамағын істеп беріп тұрсаң болды. Ауырып қалса қайтемін? Ауырмайды, қорықпа. Денсаулығы мықты енемнің, деп қиылып тұрып алған соң келіседі. Алғаш 3 күнде келіп тамағын істеп кетіп жүреді. Одан басқа өзінде де уақыт жоқ. 4-ші күні шайын жасап беріп қасында біраз отырады. Апаның өзі де мінезі тұйық адам екен. Көп сөйлемейді. Артық әңгімесі жоқ. Айдана есіктен шығып бара жатқанда жәутеңдеп артынан қарап отырады. Күнұзақ бір үйде жалғыз өзі үнсіз отыратын болған соң зерігетін шығар. 4-ші күні Айдананың көзіне апаның түрі бір түрлі көрінді. Ол енді келмейді, тастап кетті, деді даусы дірілдеп. Ештеңені түсінбеген Айдана: Неге олай дедіңіз, апа? Деп таңғала қарады. Жұмакүлді айтамын, мені тастап кетті. Тағдырдың маңдайыма жазғаны осы шығар. Жалғыздықта өлемін енді, деп кемсеңдеп жылады. Айдананың денесі тоңазып кетті. Жаны ашып, жұбататын сөз таппады. Шай тамағын беріп болып үйіне қайтты. Баласы үйде жалғыз отыр. Соған алаңдап асықты. Келесі келгенде баласын ала келді. Тамағын беріп, қызылдап шай құйып берді. Бұл кемпір состиып неге жалғыз отыр дейтін шығарсың, деді Айданаға қарап. Жоға, алаңдамаңыз. Жаратқан ием, өткен өміріме өкінбеймін. Мен бақытты өмір сүрдім, деп біраз үнсіз отырып қалды. Алдындағы шайын ішіп болып, бүгін балаңды алып келіпсің. Соған қарағанда асықпайын дедің ғой деймін. Мазасыз бала үйде бірдеңе бүлдіріп қояды ма деп алаңдап отырамын, деді. Әкелгенің жақсы болды. Саған әңгімемді айтып берейін, деді. Мен жақсы ауқатты отбасынан шыққан адаммын. Әкем өмір бақи қызметте болды. Анам балалармен үйде отырды. Бір ұл, 2 қыз болдық. Ештеңеден тарылмай ерке өскендікі болса керек. Оқуды бітіргеннен кейін де адам менсінбей шолжаңдап біраз жүрдім. Тұрмысқа әйтеуір 35 жасымда шықтым. Онда да күйеуімді менсінбейтінмін. Ұлды болдық. Жарасымды ермек қылып күйеуіме мән бермейтінмін. Әкемнің арқасында мен де жақсы жерде қызмет істедім. Сол себепті болар ата-енеммен тұрмай бөлек шығып алдым. Өзімді бақыттымын деп жүргенінде балам 15 жасқа толғанда күйеуім мені тастап кетті. Сондағы айтқаны: Сенен шаршап кеттім. Мына үйде 2-ші адам болғым келмейді, деді. Оған енді не дейін?
Барлығына өзім кінәлімін. Кейін бір-екі қыз бар әйелге үйленіп алды деп естідім. Балам әкесінің тастап кеткеніне қатты арланды. Өсіп қалған жасөспірім емес пе? Мені кінәлап, өзіме қарсы тұрып, әкесіне кетіп қалды. Ол бала деген әкесі тірі тұрғанда әкеге жақын болады екен ғой. Сопиып үйде жалғыз қалдым. Бірақ әкесіне көп симады. Әкесі үйленіп алған соң үйге қайтып келді. Сондағы бірінші айтқан сөзі: «Мама, сен де байға тиіп алмайтын шығарсың. Ажырасатындардың бар, мені неге туасың?» деп өзіме сөйледі. Содан бастап жарастың мінезі де жүріс-тұрысы да өзгеріп кетті. Басында бала ғой, уақыт өткен соң барлығын түсінер деп жүрдім. Мектеп бітіріп алып, мен оқымаймын, мені оқуға түсіремін деп армандамай-ақ қой деді. Жұмыста істемей, күндіз үйде ұйықтап, түнде көше кезіп жүріп алды. Баламнан айырылып қалғанымды сол кезде бірақ түсіндім, деді апа жаулығының шетімен көзінің жасын сүртіп. Өзім сияқты ерке өскен бала, мінезі де дәл мен сияқты тәкаппар. Біраз нәрсені бүлдірді ғой. Әскерге де жібермей алып қалған едім. Артынан өкіндім. Қайтейін, қарғайын десем жалғызым, іштей тынып бар еркелігін көтеріп жүрдім. Бір күні үйленемін дегенде қатты қуандым. Үйленсе өзгеретін шығар деген үміт қой менікі. Үйге Жұмакүлді алып келді. Баяғы жартас, сол жартас, бұрынғы мінезіме салынып келінді бірден жақтырмадым. Балам, мына шүйкебасты қайдан тапқансың? Бір текті, бар жердің қызын алмадың ба дедім бір көргеннен. Барына риза бол деді. Тыртысып-пыртысып жүріп, құдалығын тойын өткіздім. Менің жақтырмағанымды құдалар сезді. Көзім сол кезде неге көрсоқыр болып қалған, білмедім. Тұрмысы бізден сәл төмен демесең, адамгершілігі бар, қарапайым тәрбиелі адамдар өздері. Алғаш күндерден бастап келінге күн көрсетпедім. Бұның да көрмеген жоқ. Үндемей барлығына шыдап бақты. Істеген тамағын, құйған шайын жақтырмаймын. Үйді жинаса артынан қайтадан жинап шығамын. Терезені жуса сатпақ деп қайтадан жуғыздыртамын. Жылап бөлмесіне кіріп кетеді. Балам келгенде жылап отырады. Балам әйелінің емес менің сөзім сөйлеп шығатын. Өзі жұмыс істемейді. Ақша таппаған соң әрине күні маған қараған соң сөйтеді де. Оны байқаған мен одан сайын жамандап, арасында ұрғыздырып алатынмын. Ондай кезде айызым қанып, бір қуанып қалатынмын. Балам да өзім сияқты дедім ғой, тым қатал еді. Сөйтіп жүргенде ішіне біткен баласын түсіріп алды. Жедел жәрдем шақырып ауруханаға бірақ шықты. Құдағи қызын үйіне алып кетті. Оның кеткеніне мен сол кезде кәдімгідей қуанған едім, дегенде Айдананың денесі түршігіп кетті. Айтып отырған әңгімесі өзінің келін болған кезіндегі оқиғаларға аздап ұқсап кеткендей болған еді. Тамағын жасап шайын беріп отырған апаға тікірейе бір қарады. Көз алдына өзінің енесі келді. Осы уақытқа дейін жаны ашып жүрген адамның мүлде басқа адам екеніне таң қалды. Келінім кете салып, балама басқа елді өзім іздестіре бастадым. Екеуін қайта қосып татуластырудың орнына араларына от салып, таныстардың арасынан маған келін болатындай қыз іздей бастадым. Тіпті таптым да. Енді екеуін таныстыру ғана қалған. Сөйтсем балам Жұмакүлге барып жүріпті. Оны сүйеді екен. Менің айтқаныма көнбей үйге қайтадан алып келді. Бұрынғы өміріміз қайтадан басталды. Ұрыс-керіс, бір үнсіз отырып ас ішпейтінбіз. Бұл уақытта Жұмакүлдің беті ашылып, тілі шығып, өзімен ұрыса бастаған кезі. Дәрігерлер қайта бала туа алмайсың деген екен. Соны бетіме басып айта беретін болды. Мен де іштей қынжылып қиналғаным рас. Бала таппайтын қатынды қайтесің, ажырас деп баламды арандатқаным да рас. Бірақ ол көнбеді. Сөйтсем бір нәрсені біліп жүр екен ғой.
Маған бала керек емес дейтін. Бір күні балам құлады. Ауруханада ұзақ жатып емделді. Балам жұмыс істемей түнделетіп көшеде жүріп, дұрыс тамақта ішпей арасында шегетіні бар. Сөйтіп жүріп тапқан ауруы. Қайтып беті бері қарамады. Асқынып кеткен екен. Маған қатты соққы болды. Әкесін шақырдым. Обалы не, көмектесті. Бірақ құтқара алмадық. Арасы 4-5 жылдың ішінде балам солып шөге берді. Жұмакүл кеткен жоқ. Қасында болды. Баламнан айырылған күні мен де құладым. Әбден шаршасам керек, көтере алмадым. Содан бері міне отырмын, деді креслосын көрсетіп. Өзіме келгенде жиған терген қаражатым бітіп, дұрыстап емделе алмадым. Басында жарастың еміне деп 3 бөлмелі пәтеріміз сатып, өсіп пәтерді алғанбыз. Содан бері осы пәтерде тұрып келеміз. Мен қайтып жүре алмай қалдым, деді күрсініп. Айдана сағатына қараса кеш болып қалған екен. Үйіне асыққанын байқаған апа, қайтасың ба? Бара ғой, балаң да шаршаған сияқты, деді. Үйге келген соң апаның әңгімесі ойынан шықпай біраз жүрді. Сонда қалай? Бұл жерде кім жәбірленуші? Осы уақытқа дейін Жұмакүлдің қылықтарын жақтырмай, апаға жаныбы ашып жүруші еді. Барлығы өзінен екен ғой, деп бір ойлап қойды. Жалғыз баласын дұрыстап тәрбиелей алмаса, жалғыз келін түртпектей берсе, соңғы осындай болады екен ғой, деп ұлына бір қарап қойды. Сонда не жетпеген? Үйі бар, қызметі бар, тәубесі жоқ. Ойдың түбіне кетіп біраз отырды. Келесі күні шай үстінде апасы әңгімесін жалғастырды. Балам кеткен соң жыл өтпей-ақ Жұмакүл өзгеріп шыға келді. Құтты бұрынғы Жұмакүл жоқ. Біреуге ауыстырып қойғандай. Сөйтсе баламнан сескеніп жүреді екен ғой. Маған істемегені жоқ, деп тамағына келіп қалған өксігін баса алмады. Ойындағысының барлығын айтты. Маған жасаған қорлығыңның барлығын өзіңе қайтарамын. Әлі жалынып аяғыма жығылатын боласын, деді. Қудым, өлер балам. Өлді, енді сенсіз де күн көремін. Үйіңе қайт, дедім. Мен неге кетеді екенмін? Мына сенің өлгеніңді күтемін. Мына пәтерге қолымды жеткізбей ешқайда бармаймын, деді. Одан кейін де қан қысымым көтеріліп бірнеше рет ауырдым. Бір ретте қол ұшын беріп, жедел жәрдем шақырмағаны былай тұрсын, бір түйір дәрі бермеді. Күзде жаңбырдың астына тастап кеткені есіңде ме? Ол сол әдейі істеді ғой. Екеуміз ұрысып қалған едік. Мені далаға алып шығып, күннің қара суығына отырғызып кетті. Аузым кеуіп, бұтыма сиіп, әбден тоңғанымда келіп тұр. Отырсың ба әлі, деді. Бір ауыз сөз айтпадым. Ол істегені бірінші рет емес еді. Алдында бір қыс айында, қақаған аязда дәл солай далаға шығарып жоқ болып кеткен. Түннің 1:30-да келген. Сонда сен сияқты көршілер подъезге кіргізіп кеткен. Денемнен суық өтіп 2-3 ай ауырғаным бар, дегенде Айдана шошып кетті. Не деген арпалыс, өзіне өзі жасап алған тіршілік. Енді өткенде кетерде бір болмашы нәрсеге тағы ұрсып қалдық дегенде сағы сынбаған екен, деп ойлады Айдана. Біреуге өмірі тәуелді бола тұра сол адаммен арпалысы оңай ма? Қайта тіл табысып, неге тату тәтті тұрмайды екен? Бірақ қайдам, көңілі қаламаған адаммен қалай тіл табысады? Қу дүние-ай, ертең өлсе, ол да қалады емес пе? Жоқ, жібермей отырғаны сасық кеуде ме? Екеуі бірін-бірі мойындамағаны ғой, деп Айдана енді апаға ойлана қарады. Кетерінде сенің айтқаның ақ болсын, мен кеттім, осылай жалғыз өзің қал, сопиып. Өлсең, сені кім жерлейді екен, көреміз деген. Бүгін міне нешінші күн, әлі жоқ, деді. Сізге ашуланып айтқаны болар, әйтпесе сізді маған табыстап кетті емес пе? Шипажайға кетті. 1:07-де келемін, деді. Қайдам, қоңырау соқтың ба? Қашан келемін, деді. Иә, қоңырау соқтым, бірақ алмайды телефон. Көрдің бе, мен әдейі жынды қылып жатыр, деді күрсініп. Апа, жақсы болсын, жаман болсын келініңіз ғой, неге кешірмейсіз? Неге екеуіңіз татуласып алмайсыздар, деді. Қалай кешіремін? Маған айтпағаны жоқ, істемегені жоқ. Күйіктен істеген шығар. Оған да оңай емес қой. Оны ойламады дейсің бе? Бірде адам құсап сөйлесеміз, жақсы болып қалады.
аяқ астынан өзгере қалатыны бар. Менің өлгенімді күтіп жүр. Құдай алмаса қайтейін, жанымды жұлып берейін бе? Кейде өкініш өзегімді өртейді. Жас кезінде бейнетін бер, қартайғандай зейнетін бер деп отырушы еді марқұм анам. Менікі барлығы керісінше болып тұр. Қартайғанда жалғыз қалып, көрмеген қорлығым жоқ, деп ухіледі. Апа, уайымдамаңыз, келеді әлі, деп жұбатқандай болды. Бірақ Жұмакүлдің кеткеніне 10 күннен асты. Әлі жоқ. Қоңырау соқса алмайды. Енді шындап алаңдай бастаған Айдана есі шықты. Апаға күнде барып тұру өзіне артық жұмыс. Үйдің іші де шашыла бастады. Азық-түлігі де таусылып, оны тасып әлек. Өзін кінәлі санап апа отыр жәутеңдеп. Күнде барған сайын оны күндері әңгіме айтуды қойған. Іштей өзін жеп жатқан сияқты. Өмірде біреуге тәуелді болу қандай жаман. Жолын күтіп сарғайып, Жұмакүл ертең келген күннің өзінде екеуі тіл табысып, өмір сүріп кетуі де екі талай. Екі бейбақ. Соңында не болады екен? Соңын күтемін дегенше Айдана қиналып бітті. Бір барғанда апаның үстіне көзі түсті. Киімін ауыстырып, өзін жуындыру керек екенін есіне түсті. Апа, зейнетақыңыз қанша? Сенен ыңғайсызданып жүрмін. Саған көп рахмет қарағым. Балаңыздың қызығын көр. Өмірде бағың ашылсын, деді. Менің зейнетақым күтуші жалдағанға жетеді. Бір адам тауып берсең жақсы болатын еді. Саған масыл болмайын, деп күрсінді. Өзі айтқандай Айдана күтуші жалдады. Енді бұрынғыдай күнде емес, айына 1-2 рет қана барып тұратын болды. Айдана келгенде кәдімгідей қуанып қалады. Мына бөлмеде қамалып отырмын. 2-ші қабаттан сыртқа шығып кірудің өзі бір жұмыс. Телміріп терезеден сыртқа қарағаннан шара жоқ. Таза ауа жұтып, құстардың дауысын естіп, күннің жылуын сезгенге не жетсін. Жұмакүл хабарласпады ма? Жоқ, хабарласпады. Номерін ауыстырып тастаған ба? Алмайды. Жаздың бір күндерінде Айдана апаға кірсе төсекте жатыр екен. Ауырып қалыпты. Қолын көтеріп столды көрсетті. Анау қағаз құжат, мен өлгенде келеді Жұмакүл. Солай айтқан. Мына пәтердің құжаты, Жұмакүлдің атына қағаз жазып кеттім. Берерсің, деді. Жұмакүлді кешірдіңіз бе апа, деді Айдана. Кешірдім, деді сыбырлап. Сөйлегенге шашап қалған сияқты. Бір кездері өзі айтқандай бақытты біреудің ерке қызы, жақсы жерде қызмет еткен адам бір бөлмеде қамалып өмірінің соңында шарасыз күйде жалғыз жатыр. Азып тозып, әлсіреп іштей ішқұса болып барлығына көнген сияқты. Жұмакүлді кешіріп, құжатын беріп тұр. Бұл да дұрыс шығар. Айдана құжатты алып жатып, жақсы апа, Жұмакүл келген кезде беремін, деді. Сол жылы жазда апа көз жұмады. Өзінің мәңгілік сапарына аттанады. Жерлеу рәсімдері болған соң Айдана пәтерді жуып тазалап қояды. Тек арада 8 ай өткенде есіктің қоңырауы соғылып, ашса Жұмакүл тұр. Ішке кір демеді. Қазақ қайырлы болсын, деп те айтпады. Сәлем Айдана, пәтердің кілтін бересің бе, деді. Айдана ішке кіріп, кілтпен пәтердің құжаттарын ұстатты. Мұндайды күтпеген ол абдырап тұрып қалды. Ештеңе айтпастан кетіп қалды. Келесі күні тағы қоңырау соқты. Айдана, кешірші мені, мен кінәлімін, кешірші, деді. Ішке кір, сөйлесейік, деп кіргізді. Біраз отырған Жұмакүл. Менің әбден ығырымды шығарды. Мына пәтерді алатын болсаң, маған тегін қызмет етесің. Еңбегің сынсын, деп аузына келгенді айтып, намысымды әбден таптады. Мен де адам баласымын. Арасында жылы сөздерін айтып, көңілімді көтеріп қойса, олай қырсықпайтын едім ғой. Иә, осы пәтер үшін тұрғаным рас. Енді мені сол үшін қорлау керек педі. Баласы қайтыс болғанын менен көрді. Әкем мен анамның үйге келгенін жақтырмады. Соңында өзімен тұру мүмкін болмай кетті ғой, деді күрсініп. Ол кісі сені кешірді. Кешірген соң саған пәтерді беріп кетті. Онысына рахмет. Мен бірақ бұл үйде тұрмаймын, сатамын, қайтадан өмір бастаймын, деді. Өзі айтқандай пәтерді сатып, Жұмакүл кетіп қалады. Өмірде осындай көршілер кездестіргеніне таң қалып Айдана қалады. Адамдар
Неге бір-бірімен тіл табыса алмайды? Ене болып босағасын аттаған келінге пана болса, ұрпағы өсіп өнбейді ме? Келін боп қызметін жасаса, істеген жақсылығы алдынан шықпайды ма? Терезенің алдында сыртқа телміре қарап отырған апаны біраз уақытқа дейін ұмыта алмай жүрді. Қанша жерден, бай жерден шықсаң да, байдың баласы болсаң да, өміріңді бақытқа бөлеу, немесе тозаққа айналдыру адамның өз қолында екен-ау. Бұл өмір заңдылығы, деп сөзін аяқтады кейіпкер. Әңгіме ұнаса, пікір жазып, лайк баса отырыңыздар. Келесі кездескенше.